Инстаграмда тыңдаушыларымыз тыңдап отыр ма? Қарап қойыңыздар, не жазып жатыр екен, жақсы сұрақтар болса айтып отырыңыздар. Енді көпшіліктің менің орындауымда жақсы көріп тыңдайтын термелерінің бірі ол сүгірдің термесі. Енді Маңғыстаудың жыраулық дәстүрінен болсын, сүгірдің термесін орындап берейін. Ауылға да сүгір-ай келді деп, ордасында талай-ай сайлаған, ақсам аурын сарғыман, кең дастархан-ай жайнаған. Ағаларда ендің аман бол, келді ме деп жыршыдап, жеңгейлерімде бар еді-ай, ботадайда көздер-ай жайнаған. Талшыбықтай-ай бұралған, маржандай тістер-ай құралған, талайда менің ай үстімде, мырзада қайным-ау келді деп, талайда шалмаған шығардан. Жырлашы бір қайным-ау дегенде, талай бір жерде ғой жырладым, әзілді де таубай кеңінен. Әзілдеуші едік қой жеңгеймене, әзілдеуші едік қой жеңгеймене. Ал інілерімдей бар еді, сүгірде ағамай келді деп, ат шаптырып ау айғайлап, хабарда салған ау еліне. Мәжілісте байтады ау жерінде, көңілі құрғырың мастанып, біз жүре беріп біз жігіттер, адайдың да берген ау желіне. Айдай-оу, айдай-ей, айдай-оу, айдай-ей. Ал келіндерімдей бар еді, қайнаға келді-ау дегенде, реңінде қалай-ай көрем деп, алыстан да тұрып ай болжаған, құрамында жұрттың ай жинаған, сызылып та тұрып ай сыйлаған. Ал қыздарымдей бар еді, шай құйып та беріп ай атамның батиқасында алам деп, қабырғасы ғой қайысқан, саусақтар ғой майысқан, алтыда қабатай ағорда. Бізден де қалып аман бол, айырылып та қалып барасың, біз секілді күнінде шабысыда жүргай арыстан. Айдай-оу, айдай-ей, айдай-оу, айдай-ей. Үлкен рахмет.